саламатсыздар ба? Енді Ресейде туып, Польшада оқып, Қазақстанға бірінші рет келіп, соны айтайын. Тіліңізді сақтаңыз. Не болса да тіліңізді сақтаңыз, себебі ол ұлттың негізгі бір ерекшелігі. Тілді сақтамасаңыз, ұлтта болмайды, елде болмайды, мемлекетте болмайды. Енді қазақ тілін өйрену мен үшін өте жақын болды, өте жеңіл болды. Себебі мен Орынборда туып, қазақ мәдениеті мен өте жақын қатынас деп айтсам болмайды. Енді мен үшін осы қазақ мәдениеті өте жақын болды. Сондықтан башқұрт, қазақ, басқа тілмен айналысып, қазір Польшада ғылыми жұмыспен айналысамын. Жасыңыз нешеде? 23. Мысалы, неше тіл білесіз сіз қазақ тілінен басқа? Енді қазақ тілін жақсы білмеймін деп түсінемін, бірақ негізі 9 тілді жақсы білемін. Жақсы, керемет. Үйленгенсіз бе? Жоқ, үйленген жоқпын. Жақсы. Қай жерде университет, қай жерде бітірдіңіз? Польшада ма? Жоқ, университетті негізі Башқұртстанның астанасы Өфеде бітіргенмін. Сонда башқұрт араб бөлігінде оқып, қазақ студенттерімен танысып алдым. Баста мен олармен башқұртша сөйлесіп, олар қазақша жауап берді. Ал бір айдан емес, үш айдан кейін мен өзім қазақша сөйлей бастадым. Қазақстаннан, қазақтардан қандай әсеріңіз болып жатыр? Керемет. Қазақта керемет деген сөз бар, басқа мен білген басқа түркі тілдерде ондай сөз жоқ, бірақ енді түсінікті, өте жақсы.